Сәлеметсіздер ме оқушылар, дүниетаным сабағын бастаймыз. 24-ші сабақ, сабағымыздың тақырыбы Әл-Фараби. Мақсаты, сен Әбу-Насыр Әл-Фараби айналысқан ғалымдар туралы білетін боласың. Тірек сөздер, трактат, ғалым, ғылым. Суретке қарап, ғалым Әл-Фараби ғылымда қандай еңбектер жазып қалдырғанын ата. Сен сол еңбектердің қайсысын біліп, білім ала бастадың. Әл-Фараби тіл және музыка туралы трактат, Әл-Фараби жаратылыстану ғылымы трактаты, әлеуметтік этикалық трактат және тарихи философиялық трактатпен айналысқан және математикалық трактатпен айналысқан. Трактат дегеніміз латынша қарау, талқылау деген сөз, белгілі бір тақырып бойынша ғылыми көзқараста зерттелетін еңбек. Математикалық трактат, тіл және музыка туралы трактат, тарихи философиялық, математикалық трактат, жаратылыстану ғылым трактаты бойынша білім аламыз. Арман, ұлы ғалым Әбу-Насыр Әл-Фараби отырар, қазір Фараб қаласында дүниеге келген. Әкесі әскери қолбасшы болған, ол ұлының өз жолын жалғастырғанын қалады. Бірақ Әбу-Насыр ғылымды таңдады. Ол алғаш отырар қаласында қыпшақ тілінде оқыды. Жас кезден ғылымға деген қызығушылығы күннен арта береді. Әл-Фараби туған жерінен алыстап Бағдат қаласына білім іздеп барды. Бұл қала мұсылман елінің шығысындағы ең ірі ғылыми орталық болады. Әл-Фараби бүкіл саналы өмірін ғылымға арнады. Бүгінгі күні бізге ғалымның әр ғылым саласы бойынша жазған 100-ден астам еңбегі жетті. Отырарда туған қыпшақ баласы Әл-Фараби даналардың данасы. Ол философ, математик, музыкант, ол сөйлеткен ғылымның көп саласын. Екінші ұстаз тарих берген бағасы Тұрдақын Жексенбай. Ақмарал, ол араб, парсы, грек және басқа тілдерді білген. Әл-Фараби ежелгі грек ғалымы Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанды. Ғалымның мақсаты табиғаттың тылсым жағдайлары мен құпияларын ашу. Әл-Фараби. Не себепті Әл-Фарабиді екінші ұстаз дейді? Әл-Фараби араб, парсы, грек және басқа тілдерді білген. Ежелгі грек ғалымы Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанды. Әл-Фараби туралы шағын әңгіме жаз. Ұлы ғалым отырар қаласында дүниеге келген. Әкесі қолбасшы болған. Бүкіл өмірін ғылымға арнаған. Араб, парсы, грек және басқа тілдерді жетік меңгерген.